3 ай бойы 8.000 теңге зарплата алдым. Бір айда 12.000 теңге айлық. Үлкен қарыз болды. Артынан декретке кетіп бір қызмет болып қалды шынымен де. Тендер арқылы қарызыңыздан құтылдыңыз. Карантин кезінде уже жақсы бір пайдалы тендер отып, пайдаға шықтыңыз. Тендерді қойып кетуім себебі болды. Осы ата-анама, туғандарыма, отбасыма қалай осы бір көмегімді тигізсем деп іздене бастадым. Несібенің бәрі Алладан деп айтады ғой. Сондықтан енді Алла несібенді береді екен, бір күні топ ете қалады деп жатудан емес. Мен ойлаймын, сол кішкене қимылдау керек шығар деп. Неге үлкен масштабқа шықпадым деген ой келген шығар. Мен қара спискте болып та келдім өзім. Черный спискте. Черный спискте болып келдім. Шамамен барын қосқан кезде қанша сумма тендер ұттыңыз? Примерно 22-24 миллион болған шығар. Қайырлы күн оқырмандар, көрермендер. Бізде бүгін кезекті подкаст, рубрика. Яғни бізде қонақта Самал ханым. Бізде әрине тендер туралы, сол тендер әлемінде бізде әйел кісілер, қыздар, яғни қандай результаттар көрсетеді, қандай нәтиже көрсетеді, басқа әйел кісілерге пайдалы болсын деп, осы тендер келген кезде, тендерден кейін қандай қорқыныштар болды, және сол қорқыныштар қалай жеңді. Сол бойынша бүгін біз Самал ханымды тыңдасақ, тендерге қалай келді, тендерге дейін жалпы немен айналыстыңыз, неге тендер таңдадыңыз, және тендерде ұтуыңызға не себеп болды, қандай мотивация болды, қандай демеу болды деген сұраққа бүгін жауап алсақ. Самал ханым, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Жалпы жаңа мен естідім, сондықта қайталап өтсеңіз жалпы. Есімім Самал, Алматы қаласынан боламын, жасым 34-ке келеді. Енді менің тендерді таңдау себебім ең біріншіден осы енді өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады. Өзім жаңадан оқу орнын бітірген кезде 20 жасымда, 19-20-ға толатын шағымда ең бірінші жұмысымды банк қызметінен бастадым. Енді ол кезде БТА банк деген банк болған Қарағанды қаласында. Сол БТА банкте қызмет жасап, сол жерге бірінші курьер болып кірдім ол кезде деген. Енді ол сонау 2012-2011 жылдар деген ол банктегі қызмет өте бір сондай престижный қызметтің бірі болатын. Неге екенін білмеймін. Барлығы мүмкін ол жаңағы жалақысының жоғарылау болғаннан шығар. Ол кезде енді біздің әкімшіліктегі басқа да қызметкерлердің, мұғалімдердің, дәрігерлердің жаңағы жалақысы өте төмен болатын. Ал банк қызметкерлерінің жалақысы кішкене оларға қарағанда едәуір жоғарылау болған шығар. Содан кейін барып енді барлығымыз сол жұмысқа тырысып, сол кезде таныс жоқ, тамыр жоқ. Өзім енді оңтүстіктен Қарағанды қаласына көшіп барғаннан кейін бір өзі Қарағанды қаласының бір суықтығы бар етін, оңтүстіктен келгендер деп бөледі, оны естіген де шығарсыз. Сөйтіп кішкене былай менсінбеу қараушылық болады. Содан жаңағы резюме таратып жұмыс іздеп жүрген кезінде көп жерлерде енді жұмысқа алмады. Содан бір күні торговый представитель дегендер бар, енді өзіңіз білетін шығарсыз кімдер екенін. Сондай болып қызметке тұрып көрдім. Машина жоқ, қаланы да қатты біле бермеймін. Енді таксимен жүретін ол жерде ол кезде ақша да жоқ. Енді оқуды бітіріп жатқан жас кезім, сондықтан банкке келдім. Енді не де болса бітті, осы жерге жұмысқа қалуым керек. Енді сәл көргеннен кейін өзіңе де бір көзіңе күшті көрінгеннен кейін қызығушылығым оянып қалуым керек деп шештім. Сонымен курьер болып басында жұмыс істедім. 3 ай бойы 8.000 теңге зарплата алдым. 8.000-8.500, екінші айда бір 11.000 болды. Ол жаңағы қай жылдары? 2010 жылдары. Күніне ме? Жоқ, күні болса жақсы ғой. Бір айда? Бір айға. 12.000 теңге айлық? Иә. Ол жаңағы брошюрка бар ғой, банктың қызметтері туралы жарнамалар. Сол парақшаларды тарату ғой, былай айтқанда. Жаңағы әр организацияға кіріп, ол кезде мынандай қазіргідей цифрдың дамыған кез емес қой банктың. Қазір бізде Каспи деп былай бүкіл жерде төлей саламыз. Ол кезде даже елдерде қарапайым карточка жоқ қой. Сонда осы банкке, БТА банкіне келіңіздер, карточка ашыңыздар, депозит ашыңыздар. Депозиттің енді пайда болып жатқаны. Кредиттерде бар енді, бірақ енді көп танымал емес. Соны таныту мақсатында жаңағы жарнамалық қағаздарды таратып шығам ғой. Бүкіл қала бойынша таратып шығам. Кейде кіресін айқайлап қуып шығады. Кейде бір жақсы қарсы алады, солай жарайды тарата сал деп организациялар рұқсат береді. Сойтып жүріп, банкте бір күні кешке қарай жаңағы отчет тапсыруға келдім, осыншама брошюрка тараттым, осынша клиент жинадым деп сөйтсем,
көп адамдар жүр екен, көп қыздар көрдім, өзі бір конкурс өтіп жатыр ма бірдеңке, содан сұрай қалдым, конкурс өтіп жатыр екен ғой, конкурс өтіп жатыр деп айтты, мен де қатыссам бола ма дедім. Енді мені югтан келген деп онша менсінкіремейтін орыс болып еді, сол жердің бастығы, сол кісі жоқ қатыса алмайсыз деп сөйтті. Содан соң кассада отырған қазақ тәте болған, сол кісінің жаны ашыған болу керек, мені шақырып алып айта береді, Самал барда қатысып көр, тест тапсырасың, собеседованиеден өтесің, алса алынып кетті, ол сен тек біліміңді тексересің деп сөйтті. Жоқ, бір Алланың қолдауы, тест тапсырған кезде кәдімгідей 42 адамның ішінен мен екінші адам болып ең жоғарғы балл жинадым. Содан сол жұмысқа кассир қызметіне іліндім. Содан ары қарай басталды. Енді кассаға өткеннен кейін, тірі адам болғаннан кейін одан да жақсы болса дейсің, менеджердің қызметіне өттім, кейін отделдің уже басқаруға жеттім. Солай жүріп біраз қызмет жасадым, 4,5 жылдай банкте қызмет жасадым. Кейінірек Алматыға көшіп келдім қайтадан. Мен негізінде өзім Алматыда оқуды бітіріп, Қарағандыға барып жұмыс істеп, қайтып Алматыға көшіп келген адам, сондықтан қайтадан Алматыға көшіп келдім. Солай Алматыда енді дайын жұмыс болмай қалғаннан кейін Алматыға келіп, қайтадан барлығын нөлден бастау керек болды. Жаңағындай уже банктың қызметкері деген жоқ, айлық жоқ. Алматыға келіп, пәтер жалдап, кішкене жұмыс таппай, ол кезде де сәл қиналған кезім болды. Сонда да бір айдың көлемінде жұмысқа кірдім. Ол кезде уже общепитта жұмыс істедім. Осындай бір ресторан болды. Сол ресторан ашылып жатыр екен. Сол жерге жаңадан қызметкерлер жинап жатырған кезде мен кассир болып бардым. Мен негізінде енді өзім кішкене деңгейімді біліп тұрып, енді все-таки опыт бар, кішкене жоғары жұмыс істеуім керек деген енді резюме таратқанда да енді кассирға таратып көрген емеспін. Администратор, сондай бір бухгалтер, сондай қызметтерге таратып едім. Енді алмаған соң кассирға шақырғаннан кейін, жарайды деп кассаға бардым. Бірақ ол жерде де бір 2 ай жұмыс істегеннен кейін жаңағы басшымыз мені көріп, жұмысың ұнап жатыр, кассада емес, администратор болып жұмыс істей ғой, осындай зарплата болады, көбейтемін деп солай келістік. Ол жерде де енді біраз кішкене жетістіктер болды. Ол сол кездегі, сол 2014, 2013, 2014, 2015 жылдарға ол кездегі жалақылармен салыстырғанда мен енді өте жоғарғы жалақы алдым. Маған жүргізуші бөлінді. Енді қол астында 50-60 адамдай қызметкерлер болды. Соның барлығын сол кассирда тұрып, администратор болып, соларды басқаруға дейін деңгейіме жетті. Енді содан кейін көресің ғой, өзім общепитті көрдім, сол жұмыс өзіме қатты ұнады. Енді кассир болып келген кезде маған уже өзіме жұмыс қатты ұнап бастады да, бір басыммен кіріп жұмыс істеп бастадым. Өз-өзімді көрсеттім деп айта алмаймын, көрсетпедім, менде қызығушылық болды. Енді банк саласы мүлдем басқа болды, мынау сала өте басқа болды. Бұл жерде бизнес екенін көрдім, жаңағы басшымыздың қандай ақшалармен жұмыстап жатқанын көрдім. Әрбір затты алу үшін осындай бір ресторанды ашу үшін қандай ақшалар жұмсап жатқанын көрдім, қызығушылығым пайда болды. Мынаны үйренгім келеді деген бір өзімнің іштей нем болды, талпынысым болды, үйреніп алайын деп. Мен соны үйрену мақсатында енді қатты басыммен кіріп жұмыс істей бастадым. Соны көрген болу керек, енді басшылығымызда солай сенің жұмыс жасаған ұнап жатыр, мен де саған ары қарай үйретемін, осыны келіп администратор бол деді. Сол администратордан кейін бухгалтердің көмекшісі бол деді. Бухгалтердің көмекшісі болып жүріп едім. Жоқ, сенің бізге бір осындай бір ұйымдастыру қызметің ұнаушы еді, ұйымдастыршы, осылардың барлығын басқара қойшы деп, сосын сол басқарушы қызметіне дейін жоғарылатты. Сол күнде өзім кішкене тез үйренгенге болу керек, негізінде айтады ғой, тез ұшқан адам тез құлайды деп. Сондай бір кезең болды. Тез ұштым. Сонымен енді бәрін үйреніп алғанмын. Жаңағы жүрегім лүпілдеп бітті. Өзім ресторан ашам деген ой келді. Сонымен енді ресторан өзім бір ол жерден кетіп ресторан аштым.
бір ресторанда ол арендаға жалға алу болатын жалақы суммасы. Ол қазір мен ойласам, сол кездегі суммаға 3 миллион айлық жалақы төлеу, жаңағы жалдың ақшасын төлеу деген өте үлкен сумма екен ғой деп ойлаймын. Қай жылы? 2016 жылдар. 2016 жылы? 2015-2016 ғой сонда. 3 миллион ол аренда. Аренданың өзі? Аренданың өзі. Ол жерде енді жұмысшылар бар. Олардың жалақысы сол кезде примерно 1 миллионға шығатын. Одан басқа закуп бар, азық-түлік аласын, коммунальный услуги, оның барлығы тағы да 3 миллиондай шығатын. Соның барлығына біліп тұрып, қазірде ойлаймын, сол қалай қорықпадым екен деп, сонда жасым 24-25-те қорықпай сондай нені жауапкершілікті өзіме алып бір кірісіп кетіп, ол жерде оңбай құлап, басында жүрді, басында бәрі тамаша болды, беріп жаттық, келіп жатты, барлығы жақсы, күшті болып жатты, ары қарай жүргізе бердік. Бірақ содан бір жарты жыл өткенде бір қиын бір кезеңдер басталды, өзі бір адам азайды. Ең бірінші карантин емес? Жоқ, карантин ол кезде басталмады, ол 2016 жылғы әлі карантин жоқ. Өзі бір өзінен өзі бір тоқырау басталды, білмеймін, ол не себеп. Мүмкін шынымен де менің білімім жетпеген шығар, опытым жетпеген шығар, ондай сумманы алып жүруге. Ертерек болып қалды ма, енді кім біледі. Соның арқасында үлкен қарыз болды. Қарызға кірдім, тапқанымыздың барлығы кетті, қосалқы қарыздарға кірілді. Содан кейін барып, сол кездер бір қиын шақтар басталды. Сол кезде уже ол ресторанды жаптым, қарыздарды өтей бастады, өтелмеген қарыз басымда қалды. Соны енді өзімде ойланып бастадым, енді қалай қай жақта ақша көтеруге болады? Қай жақтан, енді оны мен қарызбын ой деп жата бермейсің, ол қарызды өтеу керек. Содан кейін енді өзімде бір қатты күйзеліс болды, шынымды айтайын, бір қатты күйзеліс болды. Бірінің артынан бірі неше түрлі бір событиялар болып жатты, қазақшасын ұмытып қалдым. Событиялар. Оқиғалар. Иә, оқиғалар болып жатты. Енді содан кейін барып өзім сол кезде кішкене енсіреп қалдым. Сөйтіп бір ес жиып алдым. Бір көз жасымды көлік қылып, жартып алып, ұйықтап алып, шықпай жатып, әйтеуір солай бір болды да. Енді ондай ойлаймын, өзі барлық адамның өтетін шағы шығар деп. Өзі бізді де Алла өзі соған барлығы жақсы болып жүре берсе, сен өзің сол жақсыға да үйреніп қаласың ғой. Ештеңке алмастырғың келмейді, ештеңке істегің келмейді, ары қарай сол жақсы нәрсемен көңіл күйің күшті болып өміріңді сүре бересің. Енді пендешілікке салынып бір қателік басқан жеріміз болған шығар. Содан кейін деп ойлаймын, өзім бір сол дағдарыс болды. Енді одан шығудың жолын іздедім. Сол 2017 жылы енді декреттік демалыста болдым. Сол кезде 2017-тен бастап енді ақша табу керек. Қалай ақша тапсам деп ізденіс басталды. Сол ізденіс кезінде енді уже 2018 болып қалу керек деп ойлаймын. 2018 жылы ең бірінші тендерге келген кезім. Ол кезде тендер деген бір қатты танымал нәрсе емес, бірақ сонда да білетін адамдар болды. 3-4 адам. Ол кезде елдердің де, қоғамдағы да кішкене, қоғам басқаша ғой, ешкім бәрі бай, бірақ қайдан ақша тауып жатқан ешкім айтпайды ғой. Ол кезде мен ойлаймын, сол қазіргі жағдайы жақсы кісілердің көбісі сол тендермен айналысып жатты, құрылыспен. Ол кезде өте құрылыстың дамыған кезең болды ғой. Құрылыстың кезеңі, сол кезде елдің барлығы ақша тауып жатты, бірақ ойлаймын, мынаның бәрі қайдан ақша табады, ешкім айтпайды. Былай Инстаграм жоқ, кәдімгідей дамып кеткен жоқ. Инстаграм бар, бірақ енді ашық, ол жерде информация жоқ. Сол бір ізденіп жүріп тендерге келдік. Өзімнің інім болды, сол екеуміз ізденіп жүріп сол тендерға келдік. Сонымен тендерді өзіміз үйрендік. Анадан сұрағанымыз бар, мынадан сұрағанымыз бар. YouTube болды. YouTube'да бір-екі ғана бір кішкене информация болды. Сонымен айналысып бастадық. Енді шүкір бір қатты байып кеттік деп айтпаймын, бірақ енді сол кішкене қарыздарды жауып, біраз өз-өзімізге келіп алуға үлкен септігін тигізді. Содан кейін енді өзі өмір алма-кезек жалғаса береді ғой. Одан кейін тағы бір декреттік қызметте отырдым. Қызмет дейінші, жоқ, енді өзім үшін декрет кәдімгі қызмет болып қалған сияқты.
енді шындығында енді сол әйел адамға уже кәдімгідей қызмет болып кетті ау. Мен өзім артынан декретке кетіп бір қызмет болып қалды шынымен де. Декретте отырдым, сол уже екінші рет отырған кезімде карантин басталды. Сол карантинде де барлық қарап тұрса, барлық бизнестер кішкене тоқырап бастады. Тоқтап қалды, жүрмей қалды. Бірақ сол кезде тендер кәдімгідей кішкене жүріп тұрды. Мен енді өзімнің кішкентай ұлдарым енді жөргекте емізулі балаларым болғандықтан енді бүйтіп қатты айналысып кеттім деп айтпаймын, бірақ енді ақырындап айналыстым. Сонда да жаңағы карантин кезінде біз тоқтамадық. Жасап тұрдым. Тендер арқылы қарызыңыздан құтылдыңыз. Карантин кезінде уже жақсы бір пайдалы тендер отып, пайдаға шықтыңыз. Пайдаға шықтық. Үлкен болмаса да сол енді бір өзіміздің отбасымызға жететіндей бір кішкене күнделікті өмірден басқа бір сәл бір қымбаттау зат ала алатындай бір сондай бір жағдайға келдік. Содан енді ол 2020 жылы біз енді Алматы қаласында тұрмадық, Алматының ауданында тұрдық, Алыстау ауданында тұрдық. Содан кейін тендерді қойып кетуім себебі болды. Маған қалаға келіп зат алған қиын болды. Екі кішкентай баламмен жаңағы қалаға келіп зат алып, соны апарып беру сол жағынан қиын болды. Содан кейін барып кішкене шаршадым ба, әлде бір мақсат жетіспеді ма? Или бір зона комфорттаға кіріп алдым ба, уже кішкене енді қиналған уақыт өтті ғой, вроде бы бердік. Жақсы. Кішкене бір заттар алдық, болды, өмірім жақсарып қалған сияқты ғой деген сияқты бір ой келген болу керек деп ойлаймын. Содан тоқтап қалды. Содан мен енді өзім басқа тұрақты жұмысқа кірдім. Сол тұрақты жұмысымда жасап жүре бердім. Енді ол жұмысымды қазір қайтадан декретке кеткеннен кейін уже бала-шаға көбейгеннен кейін шығар, сөйтіп айтуға болады. Бала-шаға көбейгеннен кейін менің ойым болды, бір өзім үнемі ізденіс үстінде жүрдім, бірақ та қай жерден қалай үлкен бір ақша жасасам болады, қалай бір көмегімді осы ата-анама, туғандарыма, отбасыма қалай осы бір көмегімді тигізсем деп іздене бастадым. Сол кезде әртүрлі курстар оқыдым, енді біреуін бітірдім, біреуін бітірмедім. Өз-өзіме жыным да келді. Осыны неге мен курс ала? Қандай курстар айта кетсеңіз? Курс ала берем. Содан нәтиже шықпады ғой деген. Саудамен айналысу, SMM-мен айналысу, психология курстары, сондай түрлі курстарға қатыстым. Бизнес бағыт деген курстар алдым. Бір карантин кезінде бәріміз онлайн курсқа тап ете қалдық. Неше түрлі курс, ашып қалсаң түрлі реклама, одан отырып алып қызығып кетіп, бітті, осыны оқысам бітті деп сол курсты алып түрлі курстарға. Енді оның барлығынан нәтиже шыққан жоқ. Бірақ мен ойлаймын, енді оны өзі бір Аллада қимылдаған адамға берем дейді ғой. Қимылдап маған Алла береді, нәпсінің бәрі, несібенің бәрі Алладан деп айтады ғой. Сондықтан енді Алла несібемді береді екен, бір күні топ ете қалады деп жатудан емес. Мен ойлаймын, сол кішкене қимылдау керек шығар деп. Қимылдамасаң, сол жаңағы бір курсты алып көрмесең, мына бағытты көрмесең, сенің өзіңнің қай жерден саған келетінін, қай жерден саған пайда болатынын білмейсің ғой бір шетінен, қайсысы қызық болу үшін. Сондықтан бір жағынан өз-өзімді іздеу деп ойлаймын. Мен өз-өзімді іздедім. Мен шынымды айтайын, менің ниетім тура осы бітті тендер деген болған жоқ. Менің ниетім көбірек ақша табу деген ниет болды. Тек қана материалдық тұрғыдан. Мен ойладым, қазір дүкен ашып, киім де сатып кеттім ортада, киім де сатып кеткенім бар. Бітті, осы жерден ақша таба қалам деп. Ол жер болмай қалды. Содан кейін бір аяқ киім сатып кеттім, бітті, осы жерден тапсам ба деп, ол болмады. Сондықтан енді әр жерден ізденістен мен барлығын саралай келе, енді осы 4 жыл өз-өзімді ары байқап, бері байқап, саралай келе, осы 23 жылдың сентябрь айында, қыркүйек айында осы сіздің курсыңызды таңдап, осы жерден пайда көргенмін мен. Осы жерден пайда көрдім. Ары қарай неге дамытпасқа деген ой келді.
себебі мен алдында көрдім ғой пайдасын, бірақ оны одан кейін өзімде ой болды, неге мен оны тастап кеттім, неге оны үлкенде қылып дамыта алмадым, шарықтата алмадым, неге үлкен масштабқа шықпадым деген ой келген шығар. Содан ары ойлап бері ойлап, жоқ, мен осыны қалай да болса бір масштабқа шығарайын деп, өзімнің білімім жетпесе білім алайын, жаңағы оқытайын, өзім оқиын, ары қарай жетілейін деген мақсатпен сіздің курсыңызды алдым. Енді сіздің курсыңызды өзім тура жүктілігімнің соңғы айларында алып, өзіңіз де куәсіз ғой. Сол курсымды аяқтамас жаңағы ауырып, кішкене сол уақытым жақындап сертификатымды алмадым, беріңіздер деп айтайыншы. Сертификатым бар сіздерде, соны соңғы сертификат алу кешіне де келе алмадым, себебі мен жаңағы емханада жатқан болатынмын. Содан енді кішкентай балам қатайсын дедім, қыс мезгілі бітсін дедім. Себебі бала ауырды, бір бала ауырған, соның артынан екеу-үшеуі бүйтіп бір круга бұрады ғой, өздері кішкентай балалар ауыра береді екен. Соны енді қайтадан өзімді қолға алып, осы сіздің командаңызға келіп, тағы да осы жіберіп алған жерім болса қайта үйреніп, масштабқа шығайын деген ниетпен келіп отыр. Жақсы, керемет. Сіздің алған түйін, мысалы, бірнеше жерден курс оқыдыңыз, бірнеше салада жүрдіңіз. Білуімше, примерно қанша миллион қарызға кірдіңіз? Айтпай қойсам болады. Себебі енді біреуге аз, біреуге көп болуы мүмкін, сондықтан нақты айтпай қойын, бірақ енді кәдімгідей көп болды. Иә. Сол қарызыңыздан тендер арқылы құтылдыңыз. Иә. Карантин кезінде 2020 жылы көп бизнес шалып жатқан кезде сіз тендермен айналысып, біраз пайдалы болып алдыңыз. Иә, одан кейін енді бір зона комфортқа кіріп алғаннан кейін уже ақша түсті, уже сәл тойынғандық нәрсе болғанын байқадым. Және тағы басқа бизнестерді көрейін дедіңіз. Курстар оқыдыңыз, ананы көрдіңіз, мынаны көрдіңіз. Бірақ қазір айналып келіп, декретте жүріп алып, тендер оқып жүрдіңіз, басқа бизнес көрдіңіз, курстар оқыдыңыз. Қазір енді көзіңіз жетіп жатыр. Қандай бизнес ашсаң да, тендерде әрқашан нам бар. Және тендер әрқашан актуальны. Кезген бизнестен минусқа кетсеңіз де, тендерден любой момент келіп, айналысып, ақша көтеріп алуға болатыныңыз көзіңіз жетіп жатыр. Бұл жердегі ең бірінші мәселе мынандай шығар, краткосрочность деп айтсам болады. Қысқа уақытта. Қысқа уақытта. Например, мен ресторандағы бір көзіме жеткені, ол қысқа уақыттық нәрсе емес. Ол прям адамның отдачасы, 100% отдача. Ол жерде сен 24/7 аяғыңнан тік тұрып, ақшаны бүйтіп салып, соған істей беруің керек. Ол саған 1 жылда келе ма, 2 жылда келе ма, ол енді өзіңе де байланысты. Бірақ деген ол жерде мынандай, қазір үйде жатып, компьютерді ашып жіберіп, ноутбукты бүгін қатысам, мен енді балалы шағалы отбасылы болғаннан кейін түсінікті нәрсе ғой, мен күнде қатыспаймын. Оны мен ашып жіберемін да, бір күні ойланып, толғанып келем, ақшам біткен кезде келем. Маған ақша керек деп, компьютерді ашып жіберемін да, бір 5-6 сағатым кететін шығар, бір 5-6 сағат іздеп қатысып, бір тендерді алып алам да, оған кішкене ақшамды салдым. Үстінен алатынды алдым да, қалтама салдым да, бітті. Кеттім сонымен қайтадан. Ол жерде енді ресторанда ондай жоқ. Сен алып кеттім деген әңгіме болған жоқ. Ол жерде сен әрдайым салып тұруың керек. Киім сатқанда да солай екен. Ол жерде де. Дұрыс түсіндім ба? Мәселе тендер емес, мәселе кәсіпте. Кез келген кәсіпті ашатын болсаңыз, ол жақта ақша салуға және минусқа кету қаупі бар. Өте жоғары. Бұл жақта мәселе тендер емес, біз сол кәсіп ретінде көру керек. Сол тендерде кәсіптің бір түрі, ол да не исключение. Ол жақта да минусқа кетуге болады, ол жақта да по нулям шығуға болады. Мен қара спискте болып та келдім өзім. Черный спискте. Черный спискте болып келдім. Ол жерде де әртүрлі жағдайлар болады. Бұл жерде бастай салып, барлығы күшті болып кетеді деген енді ол ондай нәрсе жоқ. Мүмкін біреулерде бар, мен оны прям айтпаймын, ешкімде ондай болмайды деп. Өзімде көзім көріп жүр, прям бір адамда бастады ма, прям үлкен бір өзінен өзі болып кетеді. Мен енді тура сондай адамдардың қатарынан емеспін. Мендікі бастай салып, барлығы бүйтіп күшті болып кететін жағдай өте төмен. Сондықтан бұл жерде де өзінің қиыншылығы бар. Ақшаны тек саласын, аласын деу мүмкін емес. Особенно қазіргі жағдайда
интернетте енді елдің барлығы курс оқытып жатыр, тендердердің бәрі оқытып жатыр. Біреу күшті біледі, біреу аз біледі, біреу көп біледі, әйтеуір бәрі біледі ғой, бәрі қатысып жатыр. Бұл жерде уже конкуренция өте жоғары. Мен егер тура сол біліммен қатыса берсем, ары қарай ұта алмаймын деп ойлаймын, потому что ол менің білетінімді қазір елдің бәрі біліп алды ғой. Енді 2018-де ешкім білмеген шығар, бірақ енді дәл қазір 2022-де бәрі біліп алды. Сол үшін маған келдіңіз ғой. Иә, сол үшін оқу үшін келдім. Ол жақта қиын тендерлердің түріне кіру үшін. Жақсы. Енді мынаны сұрайын деп жатырмын. Яғни өзіңіз 2018-ден бері айналысыңыз, 20-дан айналысыңыз, шамамен барын қосқан кезде қанша сумма тендер ұттыңыз және қандай пайда болды есіңіздегі? Барлығын қосқанда примерно 22-24 миллион болған шығар. Жақсы ғой. Орташа пайда? Иә. Ал енді өзіме бір ең үлкен өзім бір қуанып кеткен жағдайымды айтайыншы. Енді адам бір алғанда қуанады ғой. Көптен алмай жүр, бір 1,5 миллиондай болды. Сол кезде бір тендерден? Иә, бір тендерден. Соны алған кезде қатты қуанғаным бар. Ол қандай сумма ұтқан? Примерно 5 миллион 200 болды. Қандай товар? Көмір. Көмір? Көмірден пайда көрсіз па деп қояды дейді. Көп адам көмірге онша кірмейді деп. Бірақ біз айтпақшы болды, бір бала, жаңадан келген бір бала. Ол да көмір ұтып алған, ол да жапты. Жақсы, керемет. Яғни бұл көп уақытты алмайды жалпы. Яғни әйел кісілер тендермен айналыса алады. Бала шағамен бірге бола тұра совмещать ете алады. Кейде бала шағасы сәл қиындау болуы мүмкін. Енді бала шаға болса да кейде демалыс кезінде параллельно айналысу керек. Сізге қандай көмек болды? Яғни бала шаға бола тұра да айналысуға әлде болмаса қиындық болды ма? Жоқ, қиындық болғанда енді мен оны қиындық көп негізінде. Біз өзіміз или адам болғаннан кейін қиындата беретін өзімізде шығар бір шетінен ше. Біз өзіміз кішкене анау ғой, мынау ғой, сылтауымыз көп. Ең бірінші рет сылтау көп болған шығар. Қиындықтан да бұрын деп ойлаймын мен. Көп сылтау көп болды. Өз-өзімізді қолға алу қиын ғой. Ал енді жеңілдігі жағынан отбасымның көмегі, иә. Бірінші жолдасымның көмегі, жолдасым ешқашан бетімнен қағып жоқ демейді. Жарайды, көр. Енді менің жұмысым бар, сен енді өзің дамайым десең, өзіңнің мақсатың бар, жетем десең алдыға деп айтады. Ата-енемнің көмегі енді осындай кезде бүгін біздің осыны түсіру үшін бір күніміз өтті деп айтуға да болады да. Осы жерде жүрміз, жаңағы командамен жүрміз, әңгіме құрып жатырмыз, бір мақсат қойып жатырмыз, оның да барлығы бір күндік уақытым кетіп жатыр. Сонда бала шағаны тастап қойып, кішкене жүре беретінде. Енді ол кісілердің де бір сенімі шығар, өссін, өнсін дегендей. Жаңағы мен айтып едім, бір үлкен бизнесменнің сөзі есімде қалды. Айтады да, енді ол кісі үлкен бизнесмен, ақшасы бәрі жеткілікті. Сол кезде күнде ол кісі жаңа проект бастап, бір өзі басын қатырып, сөйтіп бір қиындықтарға барып, солай жасай береді екен да өмірін. Сол кезде бір кісі сұрапты, саған осы не керек деп. Бәрі бар емес па? Бәрі бар сенде. Ары қарай не істейсің жұмыс деп, өмірлік азығың тұр деп. Сонда ол кісі айтыпты, менің ғана емес, менің бала шағамның бір 15-20 жылын қысқартқым келеді деп. Өмірінің қиыншылықтарының бір 15-20 жылын қысқартқым келеді деп. Ол деген сөз бізде енді әке-шешеміз міне саған бизнес деп ешкім бермеді да, үйің, көлік, мә саған деп ешкім бере алмады. Ол кісілердің бізді бағып қағып өсіргеннің өзіне үлкен алғысымызды айтамыз. Бере алғанын барлығын берді. Бірақ енді именно материалдық тұрғыдан ол кісілер бізге көп нәрсе бере алмады. Мен енді өзімнің балаларыма осындай бір қарыздарға кіріп, ипотека деп, кредит жауып, басын қатырмасыншы. Бір 30 жасқа дейінгі өмір ғой, ең бір адамның қатты бір құлап, бір тұрып, бір жығылып, не бір нәрсеге ілініп кететін жағдайлары сондай. Сол 30 жасқа дейін хотя бы базовый көлігі, үйі бір болса деген. Одан кейінгі бір үлкен арманым шығар. Қазір біреуге күлкілі болуы мүмкін. Мен енді өзім больницаларда көп жаттым да, сонда больницалардағы
жаңағы заттарды көремін да, жаңағы ыдыс аяқ, жататын орын, соның барлығын бір халыққа бір комфортный болса екен деп, сондай бір комфортный условия создавать етіп берсем екен деймін. Сол болу керек. Енді әке шешем, отбасым, ата енем деген ол кісілер әрине олар айтылмай-ақ бірінші орында. Ол бірінші сен ақша тауып бастасаң, бірінші соларға бермегенде сен барып көшедегі біреуге жасай алмайсың ғой жақсылықты. Сол кісілерге жақсылық жасағым келеді. Одан артылса жаңағы бір халқыма пайда тисін деген, бір жол салсам деген арманым. Нұсқа армандаған жақсы. Бір түрлі болған қандай да бір түрлі болмаса да бір жол салсам деген үлкен арман. Мынандай нәрсе ғой. Арман мақсат пайда болғаннан кейін проблема пайда болады. Яғни арман мақсатты проблемаға теңесе болады. Яғни сол арман мақсат қойғаннан кейін сіз алдыңызда шешу керек болған проблема болады. Ең бірінші соның бәрі арманнан басталады ғой. Дұрыс. Жалпы рахмет, көп нәрсе өзіме де пайда алдым, көрермендер, оқырмандар пайда алады деп ойлаймын. Күшті, керемет. Қуаныштымын. Кімге қызық болып жатса, лайк басамыз, комментарий жазамыз, және де осы каналға тіркеліп отырыңыздар. Именно әйел кісілерге пайдалы болсын деп жатырмын. Сізге де көп рахмет. Сәттілік алдағы тендерлеріңізде. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.